Өте жұмсақ әрі нәзік шығатын бауырсақтарды ашытпай-ақ жылдам уақытта жасауға болады. Осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Алдыңғы жолы жасаған кезінде дүкеннің айранымен жасауға болады ма деген көптеген сұрақтар келді. Сол сұрақтарға жауап ретінде осы видео рецептен көре аласыздар. Бізде осылай дүкеннің айраны қажет. 2,5% айранымызды аламыз. Бізге 500 мл қажет болады. Осындай кіші қорабын ыдысымызға құйып аламыз. Және де бір дана жұмыртқа қосамыз. Бір ас қасық шекерімізді қосамыз қалауыңыз бойынша. Және де шай қасықпен ас тұзын қосамыз. 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Және де венчикпен мұқият араластырып аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Осылай біркелкі болғанша мұқият араластырамыз. Ал енді шай қасықпен ас сотасын қосамыз. Араластырып аламыз. Видео сіздерге ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып илейтін боламыз. Осылай ұнымызды аз-аздан саламыз. Бұл рецепт бойынша өте жылдам әрі тез жасауға болады. Уақыттарыңызды көп алмайды, әрі жұмсақ шығады. Асығыс кезде және де қонақ күткен кезде де осы рецептпен жасай беріңіздер. Сенімді рецепттердің бірі. Осылай бізде кішкене қолға жабысқақ жұмсақ қамырымыз шықты. Ал енді үстінен кішкене жауып тындырып қоямыз. Үстеліміздің үстіне кішкене ұнымызды сеуіп аламыз. Және де илеп алған қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Осылай ұнымызды сеуіп, тағы да бір илеп жібереміз. Және де 3 бөлікке бөліп аламыз. Ең сенімді рецепттердің бірі. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Осылай суала жасап аламыз. Ал енді бірден жайып, бауырсақтарымызды пісіреміз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Бізде қалыңдықтары орташа болады. Қатты қалыңдау етіп қойсаңыздар, жақсы піспей қалады. Осылай қалыңдықта жайып аламыз. Және де өзімізге қажетті пішіндерге кесеміз. Мінекей осылай қалыңдықта болады. Ал енді ыдысымызды отымызға қойып қыздырамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Майымызды қыздырамыз. Кішкене ұнымызды себелеп, бауырсақтарымызды алып аламыз ыдысқа. Ал енді келесі бауырсақтарымызды май қызғанша жайып аламыз. Дәл осы рецептпен домалақ бауырсақтарды жасай берсеңіздер де болады. Дәл қазір сондай домалақ бауырсақтарды кесіп көрсетемін. Мінекей осылай жайып алдық. Үйдегі кез келген осылай дөңгелек затымызбен бауырсақтардың пішінін келтіріп аламыз.
Қалған қамырларымызды жинақтап аламыз. Ал енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды пісіріп бастаймыз. Осылай әдемі болып көтеріледі. Ал енді келесі бетіне аударып аламыз. Мінекей осылай топ-томпақ әдемі болып пісіп жатыр. Ал енді піскен бауырсақтарымызды сүзіп аламыз. Қатты қызартсаңыз да немесе кішкене сарғайтып пісіріп алсаңыздар да болады. Отта қаншалықты ұстағаныңызға байланысты келесі бауырсақтарымызды да дәл осылай екі бетінен пісіріп аламыз. Қолдың айраны болса да немесе осылай дүкеннің айраны болса да осы рецептпен жасай беруге болады. Неге келесі бөліктеріміз пісіп шықты. Бізде кішкене ғана айранымыздан осылай мол бауырсақ шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік. Осындай керемет бауырсақтарды жасап көріңіздер. Өте тамаша, жұмсақ болып шығады.